Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып қызыл кітапқа енген гүлдер. Цветы, внесенные в Красную книгу. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Гүлзар, газон, клумба. Раушангүл, роза. Ткенек, колючий. Сирек, редко. Теру, собирать. Жаңа сөздерді менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Гүлзар, теру, лалагүл сирек кездеседі. Бірінші тапсырма: сөйлемдерді сөздермен толықтыр. Дополни предложение. Керекті сөздер — это нужные слова. Сирек, гүлзар, теру. Бірінші: тауға барып, бүлдірген теру маған қатты ұнайды. Екінші: гүлзар түрлі гүлдерді өсіретін орын. Лалагүл сирек кездесетін өсімдік. Екінші тапсырма: мәтінді оқы, прочитай текст. Лалагүл. Лалагүл көпжылдық өсімдік. Қазақстанда кездесетін жалғыз түрі бұйра лалагүл. Ол жетісу жерінде кездеседі. Ол орманды, таулы, шалғынды жерлерде өседі. Биіктігі 60-100 см, сабағы түкті. Жапырағының ұзындығы 8-10 см. Гүлдері ірі болады. Ашық қызыл, қызыл-сары түсті қара дақтары бар. Одан дәрі жасайды. Лалагүл қызыл кітапқа енгізілген. Лилия — многолетное растение. Единственный вид, который встречается в Казахстане, это вьющаяся лилия. Встречается в Жетісу. Она растет на лугах, в лесах и в горах. Высота 60-100 см. Стебель волосистый. Длина листьев 8-10 см. Цветки крупные, красные, красно-черными пятнами желтого цвета. Из него делают лекарства. Лилия внесена в Красную книгу. Итмұрын. Итмұрынның тамыры, жапырағы, жемісі адам денсаулығына өте шипалы. Итмұрыннан түрлі дәрумен алады. Ол иммунитетті көтеруге, тұмауды емдеуге пайдалы. Бұтағы тікенекті. Биіктігі шамамен 2 метрдей. Ол Қазақстанның барлық таулы аймағында өседі. Итмұрынның ақ, қызғылт, сары түсті гүлі бар. Корень, листья, плоды шиповника очень полезны для здоровья человека. Из него можно взять разные витамины. Он поднимает иммунитет, полезен при лечении гриппа. Ветки колючие. Высота примерно 2 метра. Он растет во всех горных местностях Казахстана. Цветы шиповника белого, розового и желтого цвета. Кеш қызғалдақ. Кеш қызғалдақ көпжылдық өсімдік. Оны Қазақстанның Іле Алатауынан кездестіруге болады. Далалы жерде өседі, биіктігі 5-15 см. Жуашығы жұмыртқа тәрізді, жуандығы 3 см-дей. Сырты қара қоңыр, жапырақтары жіңішке және ұзын. Гүлі ақ, өте сирек сары түсті болады. Кеш қызғалдақ өте сирек кездесетін түр. Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Поздние тюльпаны — многолетние растения. Его можно встретить за Илийском Алатау Казахстана. Растет в открытой местности. Высота 5-15 см. Луковица похожа на яйцо. Толщина 3 см. Снаружи черно-коричневый. Листья тонкие и длинные. Цветок белый, очень редко желтого цвета. Поздний тюльпан — редкий вид. Внесен в Красную книгу. Үшінші тапсырма: кестені постерге сызып ал. Оқыған мәтін туралы мәліметті кестеге жаз. Напиши информацию в таблицу. Төртінші тапсырма: өзіңе ұнайтын гүл туралы мәлімет ізде. Оны сипаттап айт. Какой цветок тебе нравится? Опиши. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.